Баршаңызға қайырлы күн. Кез келген дастарханның сәні болатын, оңай және қолжетімді қоспалардан дайындалатын, осындай түрік баклавасын пісіріп, отбасыңызды, балаларыңызды қуантқыңыз келеді ме? Олай болса кеттік. Алдымен қажетті ингредиенттерді дайындап аламыз. Ыдысқа су, өсімдік майын, сірке су, жұмыртқа, шымшым тұз, бөлме температурасындағы сары майды салып, венчикпен немесе шанышқымен араластырып аламыз. Сосын ұн қосып қамыр илейміз. Каналға шығатын жаңа видео рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңыраушаны белгілеуді ұмытпаңыз. Целлофан қалтаға орап, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Осы аралықта салманы дайындаймыз. Ол үшін сүтке шекер және ұнтақ жармасын салып, отқа қойып пісіреміз. Енді ұнтақ жармасы қаяғызданбау үшін бетін суығанша целлофанмен жауып қоямыз. Ұнтақ жармасы әбден суып болған соң, кішкене құрттың көлеміндей етіп дөңгелектейміз. Егер құрт қолға жабысатын болса, крахмалға аунатып алуға болады. Енді қамырды тоңазытқыштан алып, видеода көрсеткендей 5-ке бөліп, өте жұқа етіп, сопақ формада қамыр жаямыз. Қамыр жайғанда ұрпақтың орнына жүгері крахмалын себелеп отырамыз. Енді қамырды видеода көрсеткендей етіп жиырамыз. Арасын 1,5-2 еледей қалдырып, 1 қасықтан пісте ұнын салып шығамыз. Пісте ұны болмаған жағдайда жер жаңғақты қолдануға болады. Осының бетіне құрттарымызды қойып шығамыз, оның бетіне пісте ұнын қайтадан себелеп шығамыз. Қамырдың шеттерін біріктіріп, баклаваларды пышақпен бөлеміз.
Баклаваларды противенге жайгастырып болгон соң бетине жагатын майды дайындаймыз. Ол үчүн сары майымызды эритип, сүзгүдөн өткүзүп, өсүмдүк майы менен аралаштырабыз. Баклавалардын бетин майлап чыгабыз. Мен баклаваларды алдын ала кызып турган 170 градустагы печте 30 минут писирип алдым. Сиз өз пешиңиздин немесе духовкаңыздын кыздыруу мүмкүндүгүн эскериңиз. Баклава печте писип жаткан кезде оған сироп дайындаймыз. Ол үчүн сууга шекер мен лимон шырынын косуп, шекер эригенче отта кайнатабыз. Кайнап турган сиропту пештен жаңа шыккан баклаванын үстүнө куюп чыгабыз. Баклава сиропта 7-8 сагаттай турады. Міне баклава да дайын болду. Дастарханга коер алдында бетине жер жаңгак немесе писте унун себелеп чыгабыз. Сиздерге де міндетті түрде осы рецепті мен пісіріп көруге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Базила.